Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді әрі ерекше болып шығатын сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары май және қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай біртіндеп, яғни бөліп салып араластырып алатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды, осылай біртіндеп салатын боламыз. Қамырымыз қоюланған кезде қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында жабысуы мүмкін, бірақ ұнымызды салып жіберетін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, енді оны формамызға салып, осылай жайып шығатын боламыз. Енді біздің қамырымыз дайын, ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбе, қант, қаймақ және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Миксердің бастап ең жай жылдамдығынан үлкен жылдамдығына дейін араластырамыз. Енді салмамызды саламыз, осылай тегістеп шығатын боламыз. Қасықтың немесе күрекшенің көмегімен осылай тегістейтін боламыз. Бетіне мен әсемдік ретінде жүзімді осылай уақ етіп турап салдым. Кішкентай етіп турап салдым. Ол міндетті емес, жай ғана әсемдік ретінде мен салдым. Сонымен дайын болған пирогымызды, бәлішімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ол сіздің пешіңізге байланысты әрине. Сонымен менің пирогым дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.